Мен қандай красавица. Еге қатысқанмын қара. Ойбай. Бүкіл фоткаларымды қарап отырмын, қараңыздар. Наш выпускной мектеп кездегі фотка. Вот мен осындай болғамын деп. Вот менің класстастарым 69-шы мектептегі. 69-шы мектепте тек қана Мақпалмен араласам, өзімнің подругаммен, Жанар апаймен жақсы араласады еді, бірақ кейін связь пропала, короче, сол. Мен класстастарым, если көріп жатсыңдар, привет сендерге. Вот біздің директор өте күшті мектепте оқыды. Мен шыны керек. Жақсы тәрбие алдым осы мектептен, шыны керек. Менің Жанар апайым мені әдеби тілге күшті үйрететін енді. Старалась, короче, одним словом, старалась, когда училась. Міне менің класстастарым. Осында менде альбомдар бар екен, фоткалар. Міне Мақпал деген менің подругам, барлықтан сұрайтын едіңіздер. Мақпал деген подругамда. Вот, мен оказывается қыз ұзатуға қатысқанмын. Бәрі естен кетіп қапты, я? Естен шығып кетіпті барлығы. Міне менің Леусізов, қандай атын ұмытып қалдым, Гүлбану деген подружкам, кажется. Жазған еді Гүлбану. Что-то бәрі связь пропала, адам көбейіп кеткеннен, кажется, қыздар, достар, класстастарым, егер де сіздер маған жазып жатсаңыздар, мен сіздерге ответ жазбай жатсам, маған ренжімеңіздер. Міне мен, оказывается, мектеп кезден билеп активистка болған екенмін ғой. Мыняқта бұл қызыл көйлек деген өлеңге ма билеп. Короче, бұл жерден мен 3-ші орын алдым. Бір қанша қыздың арасында 3-ші орын алдым ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қыз болды ма, сондай, кажется. Мына 18-ші мектептегі мен фоткам. Мына кішкентай Жәнібек деген класстасым болған екен ғой, оказывается. Мына Мақпал деген подругам, как всегда, бізбен бірге. Мынау баяғы фотка бар екен. Мынау менің коллективіммен бірге бір тойханаға барған екенбіз. Неқта туыстарым менің. Аскен, Астана деген әнші болып кетті. Айко, мен, Бану, Айко. Туысқандар көріп жатса. Мына жерде Алтайдың тойында жүрген екенбіз. Мына жерде вот мынандай фоткалар. Ағила әпке, мен. Ана мен Аскен деген братишкам қазір ресторандарда күшті живой голоспен өлең айтады. Мынау еще қараңыздар, я. Менің баяғы тойым. Ури 할아버지요. 나 фоткалар бар екен, ескі фоткалар. Бұрынғы менің енем, қайнатам. Не? Барлық фоткалар бүйт жинап қапты ғой. Мен өз альбомдардың бәрін жандырып тастаған болатын. Мынандай фотка. Омая. Мұны мен папамен, мама. Вот мен. Әдемі болыппын жас кезінде. Еще этот, вот, она, шашма. Какая же я красавица здесь. Шашым зон, қалон сияқты көрініп тұр ғой. Ару не болды саған? Қараңыздар, біз сені. Тоғыз аруда бір мураго. 맞아요. 똑같아. 엄마가 줘. 이건 똑같은데. 너면 қыз ұзату, баяғы қыз ұзату. Мынау фото. Маған көрсеттім, я? Вот, мынау менің баяғы тойым. Мынау менің сестренкаларым, әпкемнің қыздары, 3 қызы. Қазір үлкен қыз болып өскен. Мынау мен Дана деген коллегам. Вот мен семьям, мен, тетя Гуля,
мынау менің туған сестрам. Папам 왜 하려고 Бүкіл естеліктер тұр ғой. Вау, мына жерде мен такая сексуальная, я деп па. Бұл жерде этот уже мен тұрмысқа шығып қойған кезім. Бұл кісі менің Теміртас атам. Теміртас атам енді бір күшті кісі болған. Күшті атамыз болған, біздің авторитет. Бәріне әйгілі, атақты. Өмірде енді өмірдің бір сынағы болып қалды, сонымен. Енді өмір қол, зато атағы шығып деген сияқты. Кітап жазып, Шымкентская мафия. Ордалы жылан деген кітап жазған. Шымкенттің бүкіл сыры, бүкіл мафиясы жазылған. Доказательствами. Мынау менің альбомым, кажется, если я не забыла. Қандай өзінше, мінбепті. Мынау Анардың тойында, кажется. Анар деген группасының тойы. Ойбай, осы кезде Населя деп жазып қойған екен. Мынау мен. Мынау Мадина деген подругам, Мадина деген подругам Турцияда жұмыс істейді. Бүкіл шетелді аралап, шетелде жұмыс істеп жүр. Түркістаннан үй алды. Мына Түркістанда, осы Түркістанға мүлде барым келмейді бар ғой, білмеймін. Уже барып келгеннен кейін уже баруға желание жоқ. Менің класстас, группаластарым. Группаластар, тауға шыққанбыз. Мына Самат, Жібек, Бекзат, Бағлан кезде өп кеткен ғой, көрген шығарсыздар. Айтпақшы, мына кезде мен қараңызда әншілермен, душы фотоға түскен, журналисткалармен. Бүкіл әншілермен, Мадина екеміз стадионға кіріп алып, бүкіл әншілермен фотоға түскен соңға души. Қараса менің емшегіме қарап тұрмын кісі. Сөйтіп бәрі маған айтып, сөйтсем просто случайно бір жерге қарап қалды, я не знаю, неге қарап қалды. Кім? Фотосы мынау. Қайрат Нұртаспен де түскен едім ғой мен. Қайрат Нұртаспен де душы түскен сияқтадым ғой мен. Колледж айтпашы. Мынау біздің достар еді ғой, кажется. Вот Перизат, Мадина, мен. Естіп отыратын едік қой. Формада. Черный или белый кетіміз. Да, Қостанайға тұрмысқа шығып кетті. Перизат сауданың бизнесмені болып кетті. Жібек, вот. Мына біздің мұғалім. Мадинаның қараңыздар, қандай томпашка была. Мұны мен Бағлан деген досым. Келді ғой, таныс ой, кездесуге. Мына біздің мұғаліміз қайтыс болып кетіпті, мен любимый. Жана, қандай атын қалдым, жыдан келетін ағамыз болатын. Айтпақшы, мен биші болған екен мұғалім баяда. Алматыға барып келгенбіз мұғаліммен бірге. Айкомен бірге барған ғой, туысқанымды алып барып өзімен бірге. Мына қыздардың бәрі қақты екен, интересно, я даже не знаю. Әйтеуір бір нәрсемен айналысып жүрген екен ғой. Билет. Өзім тұрмын алмай. Мадина шоуға қатысқан еді. Клубта қуып жүрген кезіміз ғой, студент кезде. Какая же красавица была, десеңдер. Вот мана Путебаевта оқыған кез. Маған 3-ші орынның грамотасын берген уақыт. Өлең айтқанмен. Не деген актриса болған мен? Болғанмын, сейчас не красавица деп па? Қазір шынымен де асып кеттім, томпақ бетімнің әдемі екен, е?
Вот мына жерде менің томпашкой была. Не деген күшті фотканалар. Бой, ана без проблем жүретін уақыт еді ғой. Мен мама. О, мына қыздар, класстастарымның шақыру қағаздары, группаласым. О, Гүлбанудыңкы бар екен. Мына Көпжаныңкы бар, Азгүлдіңкі, Лаураныңкы бар екен. Алтынайдыңкы бар екен. Қараңыздар. Не дейді? Ойбай, нақта да мен өзім жақсы көргем осы фоткадан. Баяғыда. Жоқ, құдайым. Мама деді Жоқ, Ва, но баяғы фотка. Шөймен жүреді. Мана бейбітпен түскен фотка бар екен, қараш. Қара, бейбітпен фотка. Екеуміз еще түскенбіз ғой, прикинь. Водка бөлем киген ғой, вот. Бөлеммен. Всегда Динарамен жүретін едім, кішкентай кезімде. Динарамен всегда гуляю с Динарой. Үйдің бәрі кафель екен ғой баяғыда. Осылай. қандай қызы? Бұрыс жабыстыра салған бір нәрсе не толған ба бірдеңке. Мен ғой жас кез. Қараса қандай. Помада жағып алып. Мен кішкентай кезім. Сен? Иә. Аида мен түскен фоткам. Ойбайна Ниязның алмастың фоткалары бар екен. Сейчас я иду. Фоткамен көрсетпей қойым. Бірінші класстағы менің апайым. 18-ші мектептегі біздің класстастар. Осы бірінші класста осы оқыған класстастардың бәрімен араласамыз. Мына Айнұр, жас кезім, Аиданың Мақпал деген менің подругам. Бір партада всегда отыратын едік. Мына Жанаева Аида, мына Айжан деген. Мына мен, мына Жазира бар, нақты танитындар. Мұхтар, Жаслан, Бейбіт. Вот Бейбіт нене бардық қой, Бейбіт осындай еді. Ғалым вообще пропал, вообще араласпаймыз. Жадра Нағыма инстаграмда бар, Дана инстаграмда бар, араласамыз. Мына Салтанат деген қызбен вообще араласпаймыз, білмеймін қайда екен. Мына қыздармен вообще араласпаймыз. Мына Лязат деген этот инстаграмда бар еді, көріп араласатын едім. Адлет, Алмат деген бала жоқ, білмеймін, араласпаймыз вообще қазір. Қалған бәрімен араласамыз, представляете? Сол Дана жазып тұратын. Жадра тоже жазатын. Осылай мұғалімді енді табу керек еді осы мұғалімді. Білмеймін қайда, Гүл апай еді ғой. Гүл апай тоже күшті оқытатын бізді.